Сәлеметсіздер ме менің құрметті көрермендерім. Бүгін біз сіздермен 10 минутта пісетін пицца дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге ең алдымен 2 жұмыртқаны бір ыдысқа жарып алу керек. Жарылған жұмыртқаны венчикпен немесе миксермен араластыру керек. Жұмыртқаның үстіне шай қасықтың ұшымен тұз және сода саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Оның үстіне үлкен қасықпен 4 қасық қаймақ саламыз. Қаймақтың майлығы маңызды емес. Жақсылап араластырып, дайын болған сұйықтықтың үстіне үлкен қасықпен 5-6 қасық ұн саламыз. Қамырымыздың қоюлығы оладьиге арналғандай болу керек. Орташа қылып газды жағып, оның үстіне үйіңіздегі ең үлкен табаны қойғаныңыз дұрыс болады. Табаның үстіне кез келген майды жағасыз. Мен зәйтүн майын жақтым. Қызып тұрған табаның үстіне қамырымызды құйып, оны барынша тегістеп шығамыз. Осы күйінде 5 минутқа қалдырамыз және қақпағын жабамыз. Қамырымыздың беті қатайғаннан кейін екінші бетін аударамыз. Және оның үстіне кетчуп пен майонезді араластырып жағамыз. Кез келген лечо немесе банкіге жабылған кез келген салатты да жақсаңыз болады. Дәмі өте тәтті болады. Оның үстіне туралған қызанақ және колбасаны саламыз. Егер сіздің үйіңізде тұздалған қияр немесе басқа да тағамдар болатын болса, бетіне салып жерсеңіз, дәмі әдемі болып шығады. Мен сырды өте қатты жақсы көретіндіктен 2 есе көп сыр салдым. Әдетте бұдан азырақ салынады. Осы күйінде қақпағын жауып, тағы да 5 минутқа қалдырамыз. Уақытыңызды тиімді жұмсау үшін кір болған барлық ыдыстарды жуып тастаңыз. Тура 5 минуттан кейін біздің пиццамыз дайын. Оны үлкендеу тарелка немесе тақтайдың бетіне салып кесеміз. Астарыңыз дәмді болсын, дастархандарыңыз әрқашан тек жақсылыққа жайылсын. Менің балаларым асыға күтіп отырғандықтан, мен бірден пиццаны кесіп, тарелкаға сала бастаймын. Әдетте бұл пиццаны мен 6 бөлікке бөлемін. Солай ыңғайлырақ. Соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Бұл пиццаны міндетті түрде үйде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, барынша қолдау көрсеттіңіздер. Көп рахмет. Сау болыңыз.